Жалғастырамыз. Сотта қаралып жатқан істер қандайда болмасын өз уақытында тиісті шешімін тауып отыру қажет. Биыл пандемияға қарамастан сот тоқтаусыз жұмыс істеп, заң өкілдері сот отырыстарын қашықтықтан онлайн форматта өткізудің ауқымын кеңейтті. Шымкент қалалық сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасы өткен жылды қорытындылап, қиын кезеңде атқарылған жұмыстарға есеп берді. Шымкент қаласының аудандық және оған теңестірілген соттарына 2020 жылдың 12 айында 2000 қылмыстық іс түскен. Бұл көрсеткіш өткен есептік кезеңмен, яғни 2019 жылмен салыстырғанда 1,2%-ға, немесе 24 қылмыстық іске артқан. Шымкент қаласы бойынша 2020 жылғы есебі бойынша 2139 тұлғаға қатысты 1903 қылмыстық іс қаралып, оның 1266 тұлғаға қатысты 1083 ісі үкім шығарумен аяқталған. Ал 2019 жылғы есептік кезеңде 2326 тұлғаға қатысты 1976 қылмыстық іс қараумен аяқталса, 1389 тұлғаға қатысты 1129 үкім шығарылған. Сот жүйесін цифрландыру өз тиімділігін көрсетті, және бұл бағыттағы жұмыс одан әрі жалғасуда. Айталық, цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде сот залдарында аудио бейнежазба құрылғысы орнатылып, үздіксіз онлайн процестері жүргізілуде, дейді Фемида өкілдері. Цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде сот залдарында аудио бейнежазба құрылғысы орнатылып, үздіксіз онлайн процестері жүргізілуде. Өткен жылы күн сайын Шымкент қаласында соттарда 200-ге 40 жуық азаматтық, қылмыстық және әкімшілік істер бойынша сот процестері өткен болатын. Төтенше жағдайға байланысты сотқа қатысушы тараптармен бейнеконференц байланыс құрылғысымен, яғни True Conference, Skype, WhatsApp желісі арқылы барлық жоғы 27274, немесе 91,8% істер қаралған. Айта кетейік, қала бойынша 2020 жылы 2139 тұлғаға қатысты 1903 қылмыстық іс қаралған. Оның 1083-не үкім шығарылған. Яғни соттарға түскен істердің саны көбейгенімен үкім оқылған істердің саны азайғанын көрсетеді. Наскен Скандар, Рулан Рүстемов, Рауан Тастанбеков, жаңалықтар.